Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай кішкентай доптардың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Бұл доптарды шуылдаққа және балаларыңызға ойнауға тігіп берулеріңізге болады. Ең алдымен бізге 5 бұрышты лекаланы дайындап алу қажет болады. Ол үшін бізге 8x8 немесе 10x10 қағазды осылай қиып алып, видеода көрсетілгендей етіп, бүктеп, артық жерін қиып алып тастаймыз. Лекаламызды дәл осылай дайындап алғаннан соң матаға пішіп аламыз. Бізге 12 5 бұрыш қажет болады. Маталардың түстері өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Мен әр түстен 2-2 етіп алдым. Тігісте мән беретін жағдай, осылай бір-біріне біріктіріп тіккенде екі жанынан 5 мм етіп алып қаламыз, және де тігістің екі жағынан да закрепка береміз. Тігісіміз ажырап кетпес үшін. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, екі жағынан қалдырып отырып тіксеңіз, добыңыз домалақ болып шығады. Барлық 5 бұрышты дәл осылай жанынан закрепка беріп отырып, видеодағыдай етіп тігіп шығамыз. Бес бұрышымның барлық бөлшегін тігіп болдым. Екінші бөлікті дәл осылай тігіп бір-біріне орнатамыз. Екі бөлікті бір-біріне қосарда дәл видеодағыдай етіп, бір-біріне қосып шығатын боламыз машинканың көмегімен. Добымызды бір-біріне біріктіргеннен соң бір бұрышын тікпей алып қаламыз оңға қарату үшін, және ішіне синтепон немесе халапайпер саламыз. Мен өзім халапайпер салдым, және де нығыздап, ішіне доп-домалақ болу үшін. Ішіне халапайперімізді салып болғаннан соң ашық орында көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Біздің добымыз осымен дайын. Менің арнам пайдалы болған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.